Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 13 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Оқушылар, бүгін біз бата беру деген тақырыппен танысамыз. Дыбыс үндестігі. Біз бұл сабақта батаны кімдер, қандай жағдайда беретінін, батаның ұлттық дәстүріміздегі алатын орнын, маңызын, дыбыстардың бір-біріне ықпал ету жолдарын оқып түсінетін боламыз. Бірінші тапсырма, мәтінді оқыңдар. Бата беру адал ниет, жақсы тілек білдіруді көздейтін ұлттық дәстүр. Дастархан басында, түрлі жиын тойда, күнделікті тұрмыста кездесетін ірілі ұсақты мерекелер кезінде қуаныш иесіне, жас балаға, жиналған көршілікке бата беріледі. Сондай-ақ қиын сапар, алыс жолға аттанатын азаматқа ақ жол тілеп, бата беру халқымыздың ежелден келе жатқан кең тараған дәстүрі. Батаны көбінесе көпті көрген ақсақалдар мен аузы дуалы билер берген. Бата сұрау өзі қалаған адамның ықылас пен ризалық, жақсы тілек пен жарасымды алғыс сұрау деген сөз. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіне даңғыл жол ашып, бәле-жаладан қорғайды деп есептелген. Сол себепті бата беру өте құрметті іс деп саналады. Бата айтыларда бата сұраушы адам немесе жиналған жұрт алақанын жайып, ишарат білдіруі тиіс. Ал бата айтылып болған соң бәрі бір ауыздан әмин деп қайырады. Айтсын, айтқаның келсін деп бет сипайды. Түсіндірме сөздік, аузы дуалы, сөзі өтімді адам, көріпкел, айтқаны келгіш. Тапсырма, мәтін мазмұнына сәйкес келетін сөйлемдерді табыңдар. Бата қиналғанда көмектеседі деген сенім бар. Батаны елге сыйлы, беделді, жолы үлкен адам береді. Тапсырма, батаны жаттап алыңдар. Бірінші, ұзақ жасты өмірлі бол. Екінші, адал кәсіпке бейімді бол. Үшінші, тіл мен көзден аман бол. Ғылымға, өнер менен зейінді бол. Төртінші, қатарыңнан кемелді бол. Бесінші, берекелі беделді бол. Алтыншы, арыстандай айбатты бол. Жетінші, жетек деушің қызыр болсын. Дұғамды қадір Алла қабыл етсін. Бұрынғы жақсылармен теңесті бол. Әмин. Дыбыс үндестігі. Дыбыс үндестігі дегеніміз сөз бен сөздің, сөз бен қосымшаның арасындағы дыбыстардың бір-біріне ықпал етуі. Сөздің соңғы дыбысы дауысты, үнді, жызы, ұяң дауыссыздан болса, қосымшалы үнді не ұяң дауыссыздан басталады. Сөздің соңғы дыбысы қатаң, В, Б, Г, Д ұяң дауыссыздар болса, қосымша қатаң дауыссыздан басталады. Екінші тапсырма, мәтінді түсініп оқыңдар. Сөздің жеке тұрғандағы дыбысталуы мен сөйлеу үстіндегі айтылуы әрдайым бірдей болып келмейді. Сол себепті сөздердің жазылу түрі мен оның оқылуы да үнемі бірдей түсе бермейді. Сөйлегенде немесе оқу кезінде сөздер бір-бірімен тіл табысып, үндесіп, үйлесіп жатады. Сол үйлесімділік үшін сөздердің кейбіреулері бір-екі дыбысын сындыруға, өзгертуге, кейде тіпті жоғалтуға дейін барады. Мұндай үндесімділік, үйлесімділік қазақ тілінің ғасырлар бойы қалыптасқан табиғи заңдылығы. Әрбір тілдің өзіне ғана тән дыбысталу ерекшелігі сол тілді өзге туыс тілдерден бөлек дербес тіл етіп тұратын белгілердің бірі. Бұл ерекшеліктер сақталмаса, тілдің табиғатына нұқсан келеді. Тапсырма, мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріңдер. Сөйлеу, сөз бастау, айтылуы, ауыздан шыққан сөз, жазылу, параққа қаламмен жазылған сөз, оқылуы, кітап, хат, журналдан ақпарат оқу, дыбысталу, сөздің құлаққа естілуі. Үшінші тапсырма, кім көп табады? Кесте бағандарына лайықты сөздер табыңдар. Үнді дауысқа аяқталатын сөздер: лимон, бал, шырын, оқтау, мамыр, май. Ұяң дауыссызға аяқталған сөздер: жаз, күз, жат. Қатаң дауыссызға аяқталған сөздер: тас, тақ, көк, шаш, қасық, табақ. Дауысты дыбысқа аяқталған сөздер: ата, әже, алма, мата, кесе, аға, әпке. Төртінші тапсырма, нөмір 15-ші аудионы тыңдаңыздар. Оқушылар, мен сіздерге айтқанымдай, кітаптың соңғы бетінде қалташада дискі бар. Жазбаны тыңдау арқылы осы тапсырманы орындай аласыз.
Төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Жеті атаны білу не үшін қажет? Жеті атасын білмеген жетесіз дейтін қазақ халқында әр адамның жеті атасын білу міндет. Текті қазақ халқы жеті атадан аспай қыз алып қыз бермейді. Екінші сұрақ, жеті атаны білмеу неге айыпқа саналған? Себебі жеті атадан тараған ұрпақ бір атаның балалары саналады. Халқымыздың бұл дәстүрі, ұстанымы қан тазалығы үшін маңызды. Сондықтан әр адам бала күнінен жеті атасын жатқа біліп өскен. Сен жеті атаңды білесің бе? Иә, әрине. Тапсырма. Ата тек атауларын буынға бөліп, буын түрлерін атаңдар. Ата сөзі: а жалаң буын, та ашық буын, жалаң буын, ке ашық буын, ба ашық буын, ла ашық буын, не ашық буын, ме ашық буын, ре ашық буын, шө ашық буын, бе ашық буын, ре ашық буын, шөп бітеу буын, шек бітеу буын, не ашық буын, ме ашық буын, не ашық буын. Оқушылар, берілген буын түрлерін әр буынның үстіне жазу керек. Мен сіздер шатаспасын деп жақшаның ішіне жанына жазып қойдым. Осыны әр сөздің үстіне жазасыздар. Мысалы, а үстіне жалаң буын, сызықша та үстіне ашық буын деп жазылу қажет. Бесінші тапсырма. Мақал-мәтелдерді жаттаңдар және мағынасын түсіндіріңдер. Жеті атасын білмеген жетесіз. Әке балаға сыншы. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. Оқушылар, мақал-мәтелдердің тәрбиелік мәні зор. Бұл жердегі тәрбиелік мән үлкенге құрмет көрсету, жеті атасын білу деген мағынада қолданылып тұр. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі көп нүктенің орнына жақша ішіндегі берілген қосымшаның тиістісін қойып оқыңдар. Бауыржан Момышұлы жасы үлкен қарттарды шал, қария, ақсақал, абыз деп төртке бөлген. Отбасы ошақ қасынан ұзап шықпаған қарт шал, өз әулетін шашу шығармай уысында ұстап билік жүргізген қартты қария деп, тұтас бір ауылдың жоқ-жітігін түгендеп, жыртығын бүтіндеп, азаматын атқа мінгізіп, айдыннан асырып отырған қартты ақсақал деп, бүкіл елдің сөзін сөйлеп, дау-дамайын шешіп, арғы-бергі тарихтан әңгіме қозғап, тұла бойына ұлттық рух, ізгі қасиеттерді молынан сіңірген қартты абыз деп атаған. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.